بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Аллах Тағаланы еске алуға, Аллах Тағаланы зікір етуге, Аллах Тағаланы шүкір етуге, бұның барлығы бір мекенге немесе бір жерге баруға мұқтаж емес. Бірақ сол сияқты Аллах Тағаланы зікір ететін, еске алатын ең жақсы жер бар. Ең жақсы мекендер бар. Бұл Аллах Тағаланың үйлері болып табылады. Үйлері болып табылады. Аллах Тағала Нұр сүресінің 36 аятында айтады. Фи буютин азиналлаху ан турфа ва юзкара фиха исмуху фи буютин. Үйлерде дейді, Аллах Тағала әмір берді дейді. Ан турфа ва юзкара фиха исмуху. Ол үйлердің көтерілуіне дейді. Яғни мешіттердің дейді. Ва юзкара фиха исмуху, және Аллах Тағаланың есімі Аллах Тағала сол жерде еске алу үшін дейді. Еске алыну үшін дейді. Зікір етілу үшін дейді. Юсаббиху лаху фиха бил гудуи вал асал. Ол пәктеледі дейді. Юсаббиху лаху, ол пәктеледі дейді. Аллах Тағала фиха, онда дейді. Бил гуду, кешке қарай, вал асал, және таңда дейді. Риджалу ла тулхим тижарату вала байун ан зикриллах. Ерлер дейді. Ла тулхихим, оларды алаңдатпайды дейді, яғни шұғылдандырмайды дейді. Тижаро, сауда дейді. Вала байун, сауда саттық дейді. Сатып алу, сату. Ан зикриллах, Алланы еске алудан дейді. Ва иқамис салати ва итаиз зака. Намаз оқуға, намазды орындауға, және зекет беруге дейді. Неге? Оларды шұғылдандырмайды, алаңдатпайды. Бұл нәрселер сауда, сатып алу, жалпы дүниенің іс-әрекеті. Неге? Яхафуна яуман таталаққабу фихил қулубу вал абсар. Олар дейді, қорқады дейді сол күннен, олардың жүректері мен көздері таталаққабу, ауысады дейді, аударылады дейді. Сол күннен қорқады дейді. Осы себептен нағыз ер адамдар Аллахты еске алуға, намаз оқуға, зекет беруге, олардың саудасы алаңдатпайды дейді. Оларға кедергі болмайды дейді Аллах Тағаланы еске алуға. Бұл жерден біз түсінеміз, ең жақсы мекен Аллах Тағаланы, ең жақсы мекені бұл Аллах Тағаланың үйлері болып табылады екен. Сол сияқты Джин сүресінің 18 аятында Аллах Тағала айтады. Ва аннал масаджида лиллахи фала тад'у ма'аллахи ахада. Расында дейді, әл-масаджид, мешіттер дейді, лиллах, Аллахқа тиесілі дейді, Аллах Тағаланікі дейді. Фала тад'у ма'аллахи ахада. Дұға жасамаңдар дейді, құлшылық жасамаңдар деген мағынада. Фала тад'у, дұға қылмаңдар дейді, ма'аллахи ахада, Алламен қоса біреуге дейді. Алла Тағалаға серік қоспаңдар деген мағынада. Осы аяттарды негізге ала отырып, біз ең жақсы мекендер, Аллах Тағаланың еске алатын мекендер бұл мешіт екенін түсінеміз. Сол сияқты әрбір мұсылман әрбір парызды осы мешіттерде орындауға тырысу керек. Аллаху тағала алам. Алхамдулилlah.